Ұлы отан соғыс ардагері Қабден Смағұлов биыл 98 жасқа толды. 55 жасында жарынан айырылып, 8 баланы жалғыз тәрбиелеген, аты аңызға айналған ақсақал бүгінде Аягөз қаласында тұрады. Қабден ата өзінің егде жасына қарамастан өмірінен қызықты оқиғалар айтып, әр атаулы күнді еске алып, айтыс тыңдап, келіні Жазираның қолынан шай ішіп, саясат, экономика жайлы әңгіме құрғанды жақсы көреді. Атасының жолы болсын дейміз бұларға. Аман болсын, дендері сау болсын, спортпен шұғылдансын, оқуды жақсы оқысын деген, оқуды жақсы оқып, грантқа ие болсын. Аталарына өздерінің кішкене көмек жасап, мектебінің атын шығарсын деймін бұларға. 7 жыл бұрын сәтсіз отадан кейін Қабден ата көз жанарынан айырылған. Бірақ оған қарамастан үйдің ішінде өзі емін-еркін тұрып жүреді. Мәскеу түбіндегі шайқастарға қатысып, 2 жарақат алып, жеңіс күнін Прага қаласында тойлаған абыз ақсақалдың денсаулығы әлі де сыр бермейді. Осының бәрі спорттың арқасы дейді Қабден ата. Соғыстан келгеннен спортқа жолданды бізге. Жаңағы жүгірдім көбінесе. Мен ауылда тұрдым, ауылда. Осыдан 25 шақырым жаңағы колхоз дейді, сонда болдым. Мен жаңағы жүгіріп келгеннен кейін суға жуынам да, жаңағы сүріндіп, сабағыма барам. Бізбен біраз әңгіме айтып, көңіл тарқатып қалған атамыз кетерде батасын беріп, әлі де жақсылықта кездесуге Алла нәсіп етсін деп, ораза ұстаған қауымға ниеттері қабыл болсын деді. Бізде Қабден атамызға 100 жасамыз, 100-ден асымыз дейміз. Жанар Жахат, Азамат Тұрысбек, Аягөз Реал ТВ.